Бірақ видео жүйелі ақпарат бойынша мынау сізге видео ескертемін, себебі сіз маған сұрақ қойып тұрсыз осы ауылдың тұрғыны өзінше. Бұндай сұрақтарды сіз участок тірек пунктына или полиция бөліміне келіп сұрақ қоюыңыз болады. Бұл жаңағы бұл видеоны мені отбасым бар, мен туысқандарым бар, мен де заңшылық істеп тұрған жоқпын. Өйтіп заңшылық сіз менің есігім алдына келіп тұрсыз. Мен сіздің есігің алдыңызға үйіңізге барған жоқпын. Сіз жұмыс бабында жүрсіз. Біріншіден Жақыпжан ұлының жаңағы видео материалын сұрауға келіп тұр. Ол сізден сұрады, сіз жауап бердіңіз. Сізге басқа сұрақ жоқ. Сізге бұл қызметтік асыра пайдаланған жоқ. Мына учаскелік полиция қызметкерлерімен мен сіз маған келгеннен кейін, мен сізге келгеннен кейін сіз маған учаскелік полиция мен сізге айта кетейін, бізде құм бойынша жылдың басынан 18 материал тіркелген. Осы салық бойынша бәленбай жаңағы қаражатта перегрузы бар, заңсыз құм тасымайтын жерлер анықталған. Оны сіз егер осы белсенді азамат шу ауданына жаныңыз ашып маған келсеңіз болады, видео камераңызды қосып, мен сізге сұхбат бере аламын жыл басынан. Бірақ заңсыз түнде күндіз істеп жатқандарды біз ары қарай олармен жұмыс атқарып жатырмыз. Потому что природа охрана бізде 2 адам, олар бүгін шу ауданында 30 елді мекен жайға үлгермейді. Мына жақта көк қайнар, ұяқтан да азындайды, Ақсу деген жер. Мынау осы шу ауданында инвестициялық жоба болғаннан кейін құмға бәрі тапшылық болып отыр, оны өзіңіз білесіз. Сол себептен осындай азаматтар іс-әрекеттерге жол беріп отыр. Сол себептен құм 200 магазин бойынша міне мен сізге тікелей жауап бердім деп ойлаймын. Ал бір-екі сұрақ. Ал мен ақыр келдің ғой. Жоқ. Тоқтаңыз, сіз үйтіп бұрмаламаңыз. Мен сізге бір сұрақ, сіз өзіңіз айтып біттіңіз ғой, мен тыңдаңыз енді. Сіз айтып кеткен, мен тыңдап отырмын ғой сізді. Тыңдадым, сіз сөзіңіз бөлген жоқпын, сіз менің есігім алдына келіп отырсыз. Видеоны түсірме, шығарма деп сіз маған указ ете алмайсыз. Видеоны, потому что сіз менің есігім алдына келіп отырсыз. Біріншіден, біріншіден тыңдаңыз, тыңдасаңыз, тыңдай беріңіз. Сосын ақыр келгеннен кейін келіп қалыпсыздар енді. Мен видеоны айттым, нақты оның авторы мен, несі мен деп айттым ғой жаңағы видеоның басында. Аха. Енді мынау қазір айтасыз, қазір сізге бір-ақ сұрақ, қазір арақ сатыла ма, сатып жатқан жоқ па, сатып жатқан жоқ па қазір? Сатылып жатыр ма, сатылып жатқан жоқ па? Содан кейін мына 9-дан кейін арақ сатылып жатыр ма? Содан кейін түнімен пиво сатады. Түнімен пиво сатады магазин. Ал қазір сатып жатқан жоқ десеңіз, қазір мен бүгін түнде видео жарияласам, кім жауап береді? Аха, кім жауап береді соған? Болды, сұрақ сол. Андағы сұрақ негізі біздің құқықтық тәртіпке, қылмыстарды алдын алу өте орынды сұрақ. Бұл бойынша біз жеке кәсіпкерлермен осы аудандық әкімшілік азаматтармен, прокуратура органдарымен бүкіл жеке кәсіпкерлердің бәрін жинап, өздеріне берілген уақыты жаңағы 21:00-ден 23:00. Бірақ біз өз қатарымыздан осы 200-ші бап бойынша күнделікті жұмыс атқарамыз. Бірақ мен олардың каждый магазинге сізге қазір өтірік жауап бере алмаймын. Олар сатуы мүмкін, оны өзіңіз де біліп тұрсыз. Сатып жатқан жағдайда міне қасыңызда осы жақтың тірек пунктінің аға инспекторы шақырасыз. Андағы видео эфирмен қайта сіздің неңізбен видео эфирмен біз оларды 200-ші баппен құрықтаймыз. Мен бірақ сізге осы шу ауданында 258 магазиндай бар біздің мынау салықтан келген ақпарат бойынша. Мен сізге бәрі сатады, сатпайды деп бере алмаймын. Ол себебі мен берсем, сізге мен бүкіл шу ауданның жеке кәсіпкеріне жауап беремін. Жоқ, төле биді ал. Төле биді. Міне қасыңызда тұр. Сататын болса, міне. Жоқ, сатылып жатыр ма? Қазір сатылып жатқан жоқ. Мен сізге өтірік алдамай қойын, сататын жеке кәсіпкерлер бар. Соларды рұқсат, бірақ олар уақыттан тыс уақытта өздерінде сол кезде сатады. Оны біз сізге сатпайды деп айтамын, бірақ түсіндірме жұмыстар күндіз жүргізіледі. Бірақ олар қарамастан сатады да, біз соны құрықтаймыз. Арақ қай уақыттан сатылмайды? Соны айтыңыз. Арақ, мені айтыңыз, участковый сіз ғой? Арақ сағат 11-ден кейін сатылуға болмайды, тыйым салынған. 11-ден кейін? 11-ден кейін, түнгі 11-ден кейін. Спирттік ішімдік сатуға мүлдем болмайды. Хоть лицензиясы болса. Олар 24 сағат түнімен жұмыс жасайды. 11-ден кейін ба, 9-дан кейін ба? 9-дан кейін арақ сатылуға болмайды. 11-ден кейін уже вообще пиво да арақ сатылады. Спирттік напиткалар сатылуға болмайды. Сіз сол бойынша егер де сізде ақпарат болса, міне тікелей қасыңызда тұр. Бүгін түнде жұмыс атқарсаңыз болады. Бірлесіп жұмыс атқарайық. Біз оны ешқандай магазинде бәріне шектеу қойғанбыз. Күндіз уақытта түсіндіргенбіз. 200-ші баптардың жаңағы қандай жауапкершілік тартылатын, лицензиясын айырылатын туралы салық басқармасымен біз бұл уақытта жұмыс атқарып жатырмыз. Арақ тұрмақ, самогон сатуға рұқсат бола ма? Самогон мүлдем болмайды. Самогон басқаша уже лицензиясы жоқ қой. Самогон лицензия жоқ. Самогон анықтаған кезде салық басқармасы бар ғой, олар бөлек жаңағы штраф болады, мен сізге айтайын екен. Ол самогон бөлек, потому что он незаконно, эксис жоқ, лицензиясы жоқ, оларға одан адам өтпес. Ондай анықтап отсаңыз, мына учаскелік тірек пункті бар, дүзекке звондап қажет жоқ. Мына Марғұланның номеріңізді алыңыз. Осы төле би аумағында 22 халық бар, барлық жұмыс атқарады.